Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар сіздермен бірге, мен Эльмира Садуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Теріскейлік компаниялардың өнімдері ресейлік нарықтан ығыстырылуда. Мәселені қалай шешуге болады? Шаһар мен елді мекендерде ауқымды өзгеріс күтіп тұр. Өңірдегі құрылыс жұмыстарының барысы мен алдағы уақытқа жоспар қандай? Ағаштарды құлатып, шатырды ұшыртқан дауыл. Бір сағаттың ішінде екпіні күшті желдің әкелген зардабы қандай? Сыртқы нарыққа шығу, ал ішкіні реттеу қажет. Бүгін аймақ басшысының қатысуымен бәсекелестік және антимонополиялық реттеу бойынша қоғамдық қабылдау өтті. Шара барысында Теріскейде саудаланатын өнімдердің сапасы туралы айтылды. Өкінішке қарай дүкен сөрелеріндегі азық-түлік пен өзге заттардың барлығы бірдей талапқа сай емес. Тағы жергілікті компаниялар ресейлік нарыққа шығу үрдісінің қатайтылғанын атап өтті. Мәселелер қалай шешілмек? Келесі бейнематериалымыздан білесіздер. Мүмкіндіктер кеңістігі елбасының бастамасымен құрылған Еуразиялық экономикалық одаққа бүгінде 5 мемлекет мүшелік етуде. Солардың бірі Қазақстан. Ауқымды ұйым әріптес елдердің экономикасын дамытып, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Жалпы нарық ауқымды 182 миллион адам. Солтүстік өңір мұндағы өз орнын ойып тұрып алды деуге болады. Облыстың транспорттық логистикалық әлеуеті жоғары. Қиыр шығыстан Еуропаға Қазақстанның жолымен аттанатын жүктердің 70% дәл біздің өңір арқылы өтеді. Аймақтағы ішкі тауар айналымының 3/4 Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттеріне тиесілі. Ресей, Қырғызстан мен Беларусь теріскейдің басты серіктестері. Атап өту қажет, соңғы 5 жылда экспортталатын өнімдердің көлемі 1,6%-ға артты. Шынымен де бүгінде теріскейде шығарылатын тауарларды Ресей қалаларында кездестіру таңғаларлық дүние емес. Мал және өсімдік, химиялық өндіріс, минералды өнімдер, металл мен тағы да басқалары. Жылдан жылға сыртқы нарыққа шығарылатын дүниелердің қатары артуда. Сәйкесінше бәсекелестікте нығайып барады. Алайда кейде оның арты ұзақ уақытқа созылатын келіспеушілікке әкеп соқтыруы мүмкін. Мәселелерді шешумен Еуразиялық экономикалық комиссия айналысуда. 2017 жылдан бері 5 мемлекетке ортақ органның өкілдеріне 41 өтініш келіп түскен екен. Біздің комиссия кемінде 2 елдің нарығында бәсекелестікке қатысты жалпы ережелерді бұзған компаниялармен жұмыс істейді. Мұнда серіктестіктерге 5 миллион Ресей рублі көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Нормаларды бұзу жағдайлары кездесіп жатса, бізге көмекке жүгіну қажет. Мамандар анық-қанығын анықтап, 30 күннің ішінде жауап қайтарады. Жуырда бәсекелестікке қарсы келісімге қатысты іс аяқталды. Шетелдік компания Ресей мен Қазақстан аумағындағы дистрибьюторлармен есту импланттарын сату бойынша уағдаластық жасапты. Мұндағы бір гәп, отандық нарықтағы аппараттардың бағасы көршілермен салыстырғанда едәуір қымбат болған. Сондықтан қазақстандықтар есту импланттарын Ресейден сатып алмақ болған. Бұл жерде жаңаға дистрибьюторлардың екінші келісімі шыға келді. Олар көрші мемлекеттердің азаматтарына аппаратты саудалауға тыйым жасапты. Мәселе Еуразиялық экономикалық комиссия мамандарымен зерттеліп, норманың бұзылуы туралы дәйектер жиналған. Ақтық шешімді алқа өкілдері шығаратын болады. Айта кету қажет, оған әрбір мемлекеттен 2 адам мүшелік етеді. Комиссияның көмегіне теріскейліктерді жүгінбек. Проблема экспортқа байланысты. Оның көлемін ұлғайту президенттің тапсырмасы. Жүктелген міндетті жергілікті компаниялар орындауға дайын. Бірақ бүгінде көршілес елдің дүкендеріндегі сөрелерге тауар жайғастыру оңай шаруа емес. Уақыт өткен сайын процедура күрделеніп барады. Бидай экспортқа шығарылмас бұрын талап етілетін 13 техникалық регламентке сай тексерістен өтеді. Кейін астықты залалсыздандыру жүргізіледі. Сөйтіп халықаралық статусқа ие фитосанитарлық құжатқа қол жеткіземіз. Алтын дән таяу шығыс пен Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттеріне ресейлік порт арқылы тасымалданады. Біз мұнда арнайы кемені жалдаймыз, оны залалсыздандырамыз. Негізінде ресейлік құзыретті органдар бізге бірден тиісті сертификат берулері тиіс. Бірақ олар алтын дәнді қайтадан толықтай тексерістен өтуге жібереді. Абижер серіктестігі жүктелген вагондар оның тасымалын жасауы тиіс кемемен тексеріске шығындалады, әрі көп уақыт жұмсайды. Негізсіз пайда болған талаптарды орындап жүргенде астықтың сапасы бұзылатын көрінеді. Сәйкесінше алтын дәнге деген сұраныс сыртқы нарықта азаяды. Ресейлік тарапқа өкпесін Қазет өнім серіктестігінің мамандары да жеткізді. Көршілес елде теріскейлік компания шұжықтарына сұраныс жоғары, бірақ оны қанағаттандыруға мүмкіндік жоқ.
Қазмаркет дүкендерінің 5 нүктесіне аптасына бір рет барлығы 150-200 келі тауар апарамыз. Бұл біз үшін өте аз. Сауда желісіне шығу мүмкін емес. Магнит акционерлік қоғаммен 3 ай бойы электронды хат алмасудамыз. Арнайы порталдарына тіркелдік. Талаптары тым жоғары. Өзіміздің коммерциялық ұсынысымызды жасау үшін қолдау қызметіне көмек сұрап жаздық. Басында жауап беретін. Қазір үнде жоқ. Осындай қысымның салдарынан шығынға батқан Зенченко командиттік серіктестігі Ресей нарығынан қыркүйектің 10-нан бастап бас тартты. Барлығы сол экспортталатын тауарларды нарықтан шығаруға бағытталған тексерістің салдарынан. Лаборатория на Петуховской таможне находится. Біз сүт өнімдерін Петухова кедені арқылы өткіземіз. Ондағы зертхана Челябіде орналасқан. Шекараға келген өнімнің сынамасы алынып, аталған қалаға апарылады. Сонда тексерістен өтеді. Ал оның нәтижесі туралы өзіміз бармасақ, бізге 10 күннен кейін ғана айтылады. Өткір тұрған мәселені шешу қажет. Тым құрғанда Қорған, Омбы мен Түменнің нарығына шығуға болады. Губернатор және ауыл шаруашылығы министрлерімен кездесіп, келіссөз жүргізулеріңізді сұраймын. Россельхознадзор қысым көрсетті. Табиғи таза өнімдерімізді бірнеше мәрте тексерістен өткізеді. Бірақ өз тауарларына келгенде регламентті сақтамайды дейді кәсіпкерлер. Өйткені дүкен сөрелерінен ресейлік сапасыз өнімдер табылған. Үстіміздегі жылы 2009 сынама алынды. Тауарлардың 17,1% техникалық регламентке сай келмеді. Сүт өнімдеріне тоқталар болсақ, зерттеуден өткен 18 тауардың әрбір үшіншісі талапқа сай емес. Яғни құрамында табиғи емес элементтер, пальма майы бар. Қаптамада әрине мүлдем басқа ақпарат жазылады. Мұндай бұзушылықтар ресейлік крестьянское масло мен тіпті импорттық франциялық президент майларында кездесті. Сынамаларды біз кездесу өнімдердің арасынан таңдап аламыз. Яғни талапты сақтамау фактілері бұдан да жиі кездеседі. Ал жануарлардың ДНК-сы бойынша 111 сынама алыныпты. 39-ы көңіл көншітпейді. Ресейлік және қырғызстандық тауар өндірушілер сиыр мен тауықты шошқадан айыра алмай ма деген сұрақ туындайды. Халал деп сатып алатын өнімдерден доңыздың еті мен майы кездеседі екен. Бұл ретте мамандар Еуразиялық экономикалық одағында саудамен айналысатын жауапсыз компаниялардың тізімін жасауды сұрайды. Техникалық регламентке қатысты өзгерістер шынымен қажет. Үкімет өңірлерді арнайы жобалық кеңселерді ашты. Бастысы проблемалар туралы үндемей қалмай жеткізу қажет. Біз мамандармен 8 аймақтар алып, кәсіпкерлермен жүздестік. Алда тағы 2 облысқа бару жоспарда. Мамандар кәсіпкерлердің базыналарын тыңдап үкіметке жеткіземіз деп отыр. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Қызылжар ауданында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында мектептер мен мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтіп, 11 шақырым жол қалыпқа келтірілмек. Сондай-ақ Пеньково селосында 500 баспана бой көтереді. Ауқымды өзгерістер облыс орталығында да орын алмақ. Биыл Петропавлда алғашқы 18 қабатты үй қолданысқа тапсырылмақ. Алайда жұмысқа мердігерлердің барлығы бірдей жауапты қарамайтын көрінеді. Бұл туралы Бескөлдегі құрылыс барысымен танысқан аймақ басшысы Құмар Ақсақалов мәлімдеді. Қызылжар ауданында әлеуметтік аз қамтылғандар санатындағы 600 азамат қазір армандаған баспанасына қол жеткізу үшін кезекте тұр. Тұрғын үй қорындағы тапшылықты мына 40 пәтерлі үй жоюға септеседі. Учаскедегі жұмыс енді басталып жатыр. Ал 2020-ның көктемінде аудан орталығындағы алғашқы 5 қабатты үйдің иелері қоныс тойын тойламақ. Жобаның құны 440 миллион теңге. Баспанаға тиісті коммуникациялар тартылады. Жайлылығы бойынша шаһардағы пәтерлерден елді мекендегі жер үйлерді кем түспейді. 1,5 километра проведем новую теплосети. Шаруа елбасының ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүргізілуде. Мирас балабақшасына дейін 1,5 шақырым болатын жаңа жылу желілерін өткіземіз. 3 жылдың ішінде біз 20 мың шаршы метрді қамтыдық, яғни 70 нысан қосылды. Өткен жылы 21 ғимаратқа жылу желілері тартылса, биыл бұл көрсеткіш 70-ті құрамақ. Сондай-ақ ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында мектептер, мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтпек. Дәл осындай шара 11 шақырым жолды да күтіп тұр. Тағы Бескөлде 20 шақырым су таратқыш желілер орнатылатын болады. Осылайша аудан орталығының 2000-дай тұрғыны тіршілік көзімен қамтылмақ. Қызылжар аудандағы Пеньково селосында да бірқатар өзгерістер орын алады. Көрші жатқан Белая ауылына қарай жаңа аудан пайда болмақ. Оның аумағы тіпті бір елді мекенмен тең келеді деуге болады. 80 гектар жерде инфрақұрылыммен қамтылған 500 үй тұрғызу жоспарда. Қазір жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. В настоящее время мы работу ведем с Жилстройсбербанком. Қазір осы жобаны іске асыру бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және мердігерлермен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде дәрігерлік амбулатория, балабақша мен мектеп бой көтереді деп жоспарлануда. Жоба 5 жылға шақталған. Бір сөзбен айтқанда, Қызылжар ауданы көркейетін болады. Айтарлықтай жаңашылдықтар облыс орталығында да орын алады. По улице
Жумабаева мы Биыл Жұмабаев көшесінде білім ошағына арналып 57 үй сүрілді. Қазір мектептің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Қыста осы аймақтағы тұрғын үй секторы бұзылатын болады. Көктемде 4-9 қабатты баспана тұрғызылады. Аула тиісінше абаттандырылады. Тағы 2020 жылы 3 емхананың кірпіші қаланады. Емдеу мекемелері Бескөл мен Новоишим ауылдарында және Петропавлдағы Береке ықшам ауданында бой көтермек. Кей нысандардың құрылысы жоспарға сай жүргізіліп жатса, енді бірінде шаруа мүлдем тоқтап тұр. Мәселен, жас өркендегі Қазақ театры биыл алғашқы көрермендерін қарсы алуы тиіс болатын. Бірақ елордалық мердігерлер өнер сүйер қауымның үмітін ақтамады. конкурсные процедуры выиграла компания. Театрдың құрылысына келетін болсақ, тендерді жеңіп алған компания шаруаны мардымсыз жүргізіп жатыр. Шаруаның жүйелі атқарылуын қамтамасыз ете алмауда. Жұмыс тоқтап тұр. Қазір мердігерге қатысты тиісті шара қолданылуда. Өкінішке қарай әлін білмей байқауларға қатысып, кейін білдей бір жобаның жүзеге асуын тежейтін компаниялар бар. Айта кету керек, биыл Петропавлда алғашқы 18 қабатты үй қолданысқа тапсырылады. Аймақ басшысы сөз соңында облыс орталығының әрбір шаршы метрі тиімді пайдаланылуы тиіс деді. Эльмира Садуақасова, Әйгерім Мұқашева, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Ағаштар құлады, электр сымдары үзілді, тіпті мектептің шатыры ұшты. Бұл өңірде ойна құрған кешегі қатты дауылдың салдары. Екпіні күшті жел жерлестерімізді біраз әбігерге салды. Қазір күн райы сәл тұрақталды, алайда ұзаққа емес. Әріптесім Ақтолқын Сұлтанқанқызы жалғастырсын. Кешегі кешкі желдің қарқыны қалада секундына 25 метрді құраған. Дауылдың салдарын бұқара әлеуметтік желілерге жарыса салып жатыр. 20-дан астам ағаш күшті екпінге қарсы тұра алмай жер сүзді. Біреу тіпті қоғамдық көліктің алдына құлап түскен. Ол ма? Дауыл электр сымдарында шайқап шаһардың бірқатар көшелері мен баспаналарын жарықсыз қалдырды. Жел шалғайда жатқан Тайынша мен Тимирязев аудандарының жұртшылығында әбігерге салды. Дауылдың екпіні бұл аумақтарда секундына 30 метрге дейін жеткен. Тек қана бізде Тайынша ауданында Леонидовка елді мекенінде орналасқан мектептің шифрлық шатырының ұшқаны туралы хабар ғана келіп отыр. Қазіргі таңда тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құтқарушылар жұртшылықты дауыл жайлы алдын ала ескерткен. 600-ге жуық адамға SMS хабарлама жіберіліпті. Абырой болғанда дауылдан зардап шеккендер жоқ. Ал Қазгидромет мамандары теріскейліктерді әлі де абай болуға шақырады. Екпіні күшті жел тек сенбі күні сәл бәсеңдейді деп болжанып отыр. Бірақ ұзаққа емес. По данным Қазгидромет, алдағы аптада ауа райы тұрақталмайды. Үшінші 10 күндікте дауыл қайта күшіне еніп, кейбір жерлерде найзағай ойнап, жаңбыр жауы ықтимал. Айдың аяғында да шуақты күндерден үміттенбеген жөн дейді синоптиктер. Қыркүйектің соңғы күндерінде күздің қара суығы келіп, сынап бағанасы -3 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. Ақтолқын Сұлтанқанқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Қысқа қамдану тақырыбына ойыссақ, облыс тұрғындары бір қыста шамамен 385 мың тонна көмір жағады екен. Бүгінде оның 212 мың тоннасы, яғни 55% дайын. Өңірдегі 34 темір жол тұйығында 68 мың тонна қара отын сақтаулы тұр. Оның 10 мыңы Петропавлда. 1 тонна көмірдің құны сапасына қарай 8700 теңгеден басталып, 16,5 мың теңгеге дейін жетеді. Поставки угля идут по графику. Қазіргі уақытта көмір темір жол тұйықтарына кесте бойынша жеткізіліп жатыр. Мәселен, екібастұз көмірінің құны 8700-ден басталып, 10 мыңмен аяқталады. Шұбаркөлдікі 13 мың мен 16,5 мың арасында. Қаражара деп аталатыны 12700-ден 15,5 мыңға дейін жетеді. Майкүбі көмірінің бағасы 10,5 мың мен 14 мың теңге аралығында тұрады. Солтүстік Қазақстан бойынша экологиялық жағдай қалыпты. Мұндай ақпаратты Қазгидромет мамандары беріп отыр. Кәсіпорын жүйелі түрде Петропавлдың ауасы мен Есіл өзеніндегі ластаушы заттардың мөлшерін анықтайды. Сараптаманың қорытындысы қандай? Әріптесім Саят Ермек біліп қайтты. Қазгидромет көпшілік бұл мекеме тек қана ауа райы жайлы мәліметтер беріп, оны болжайды деп есептейді. Бірақ бұл қате пікір. Кәсіпорын су мен ауаның ластану деңгейінде зерттейтін көрінеді. Теріскей бойынша ахуалды біз білуді шештік. Петропавл ауасын мониторингілеу 4 бекетте жүргізіледі. Сынамалар бірден зертханаға жіберіледі. Шаң концентрациясы, күкірт сутек, көміртек, аммиак және фенол мен формальдегид, осы және басқа да бірқатар қауіпті заттардың мөлшері анықталады мұнда. Мамандардың айтуынша, шаһар ауасы мен тыныстау қауіпсіз. Мұны соңғы зерттеулер көрсеткен. По данным за август. Тамыз айында Петропавлдағы атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмендеп танылды. Тек ауа құрамындағы күкірт сутек концентрациясы бір айда 2 рет нормадан
саны шамамен 1,5 есе артқан. Ал өзге қауіпті заттар бойынша жағдай қалыпты. Ал күллі облыста ауыз сумен қамтып отырған есілдің жағдайы қандай? Тамызда өзен суының құрамынан биогендік заттар мен ауыр металдардың шамадан тыс мөлшері анықталған. Мұның себебін экологтар анықтап жатыр. Ал ауылдық жерлерде көбінің малды есілге апарып суаратыны жасырын емес. Салдарынан су құрамындағы органикалық заттардың үлесі де нормадан көп. Өзен суының ластану деңгейі бүгінде орташа деп бағалануда. Бірақ есіл Қазақстанның өзге өзендеріне қарағанда әлде қайда таза деп сендірді мамандар. Негізі су бойынша сараптама айына 1 рет жүргізілсе, ауа бойынша ахуал күнделікті тексеріледі екен. Соңғы мәліметтер кез келген азаматқа қол жетімді. Ақпарат Қазгидрометтің ресми сайтында және Air.kz атты мобильдік қосымшада жарияланады. Қосымшаны қолдану принципі өте қарапайым. Арнайы индикатор жасыл түсті көрсетсе, жағдай қалыпты деген сөз. Сары түс қауіпті заттар мөлшерінің шамадан тыс екенін, ал қызыл түс сәйкесінше ауаның ластанғанын білдіреді. Саят Ермек, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының облыстық филиалында бүгін ашық есік күні өтті. Кездесуге студенттер, зейнеталды жастағы адамдар мен банк қызметкерлері қатысты. Қор мамандары бұл күні 100-ге жуық адамды қабылдады. Көпшілікті толғандырған мәселелердің бірі ерікті зейнетақы жарналары. Аталған төлем түрін салымшы қордағы есеп шотына өз ықтияры бойынша салады. Яғни азамат құрметті еңбек демалысына шыққанша дейін зейнетақы қорына ресми жұмысындағыдан бөлек ақша аудара алады. Жарнаның сомасы мен жиілігін өзі белгілейді. Тіпті есеп шоттағы қаржы көлемін туған туысқандарды толықтыруға құқылы. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы зейнетақы қамсыздандыру заңнамасында бірнеше зейнетақы жарналары бар. Оның бірі міндетті зейнетақы жарналары, содан кейін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары. Ерікті зейнетақы жарналары ол біздің келешекте зейнетке шыққан адамдарымызға қосымша зейнетақы төлемі болып табылады. Қазіргі солтүстік Қазақстан облысында 1228 міндет ерікті зейнетақы шоттары бар. Олардың сомасы 35 миллион теңгеден астам болып келеді. Облыс орталығында ілеспе аударманы оқыту, тіл мәдениетін жетілдіру атты семинар тренинг өтіп жатыр. Шараға жергілікті 40-қа жуық маман қатысуда. Олар 2 күн бойы елордадан арнайы шақырылған білікті аудармашыдан дәріс алып, тәжірибелерін арттырады. Бердімұрат Баймұқан баяндасын. Ілеспе аудармашы Қазақстанда тәуелсіздік алған жылдардан бері сұранысқа ие болып келе жатқан мамандықтардың бірі. Өйткені шетелдік инвесторларды тартып, және халықаралық маңызды форумдарды жүргізген кезде өзара тіл табысу үшін тура аударма жасалуы қажет. Сол үшін бұл саладағы білікті мамандардың көп болғаны жақсы. Бүгін осы мақсатта облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен өткен семинарға білікті маман, белгілі аудармашы Камал Әлпейісова арнайы шақырылған. Ол кезінде көптеген маңызды жиындарға қатысып, мемлекет басшыларының айтқан сөздерін тәржімалаған. Бұл өте қиын мамандық. Екі тілді білетін кез келген жан ілеспе аудармашы бола алмайды. Ол үшін көп жыл еңбек ету керек. Іздену, дағдылану қажет. Мен әрине жалпы дәріс оқимын. Одан кейін практикалық жұмыс бар. Ертең Қазақ театрында ілеспе аударма жасау жабдығы бар екен. Сонымен бастапқы дағдыларын үйретеміз. Жалпы ілеспе аудармаға үйрену ол 1-2 күннің шаруасы емес. Ол арнайы курс өткізілу керек. Ал бүгін біз сол ілеспе аудармаға қызықтыру үшін, оның биік өнер екенін көрсету үшін, ол адамның бойындағы ең жақсы қасиеттерді үйрететін дағды екенін көрсету үшін келдік. Жалпы семинарға өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 40-қа жуық аудармашы маман қатысуда. Тренинг 2 күнге жалғасады. Шара соңында қатысушыларға сертификат табысталмақ. Бердімұрат Баймұқан, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен жандар Петропавлда осымен 2-ші жыл қатарынан іскер әйелдер байқау өтті. Оған 7 адам қатысып, 3 кезең бойынша сынға түсті. Нәзік жандылар ең алдымен өздері туралы бейнеролик көрсетті. Кейін қазылар алқасының қойған сұрақтарына жауап берді. Сайыстың соңында үміткерлер әуезді ән айтып, мың бұрала бейбелеп өнерлерін паш етті. Нәтижесінде ең үздік іскер әйел атағын көп ұпай жинаған Дина Мұхамбетжанова иеленді. Жұбаймен бірге 3 бала тәрбиелеп отырған жас ананың шағын кәсібі бар екен. Іскер нәзік жанды енді жыл соңында елордада өтетін байқаудың ақтық кезеңіне қатысады.
Конкуренция большая. Сайыс тартысқа толы болды. Бәсекелестерімнің барлығы өз ісінің шеберлері. Бүгін жеңіске жеткеніме өте қуаныштымын. Алда осыдан да жақсы нәтиже көрсетуге тырысамын. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры 21 маусымын бастады. Сахна шымылдығы Ноғайбай би спектаклімен ашылды. Көсемнің өмірі мен шешендігі жайлы баяндалатын шығарманы жерлесіміз Болат Мамытбеков жазған екен. Тарихи туындыны көппен бірге арна тілшісі Маржан Қасымбекте тамашалап қайтты. Қазақ халқының тарихы жайлы баяндалатын оқиға осыдан шамамен 1,5 ғасыр бұрын орын алған. Ноғайбай би халқының жоғын жоқтап, жоғалғанын қайтаруға көмектескен үшін барша жұрт оны құрмет тұтқан. Қызылжар аймағындағы ағайын ел жұрт. Аман ба? Үйінде жүрген қазақтың 4-ші биі Ноғайбайға кенет Қызылжардан жағымсыз жаңалық жетеді. Хабаршы жігіттің айтуынша Айтбайдың келіншегі орыс жігітімен бірге ұсталыпты. Ызалы жұрт елдің бетін жерге қаратқан әйелді көсемнің жазалауын сұрайды. Степан қазақ жерінде құдық қазуға келеді. Шұңқырды терең ойғаны соншалық, астынан су атқылаған кезде ішінен шыға алмай қалады. Бірнеше сағат мұздай суда тоңып тұрған Степанның жәрдем шақырған даусын қазақ әйелі естиді. Келіншек беліне арқан байлап, жоғары көтере бергенде күші жетпей өзі де құлап түседі. Оны көрген куәгерлер екеуінің де басын жазықсыздан жазықсыз дауға қалдырады. Әйелді қалай құдыққа құлатқанымды кейін бірақ білдім биеке. Таңға дейін екеуміз су толы құдықтың ішінде бірге отырдық. Бай болған соң. Ноғайбай даудың әділ шешімін табу үшін екі тараптың да айтқанын тыңдайды. Мәселен, жан-жақты зерттеген көсем соңында Степан мен келіншектің кінәсіз екенін анықтап, өмірлерін ажалдан алып қалады. Ал бойын ашу мен ыза кернеген Айтбай шаңырағын өз қолымен шайқалтқанын кеш түсінеді. Мен саған көзімнің кірісінде ел мен жерді өз құлақ аулында аманаттаймын. Қара жылды қақ жаратын Ноғайбай бидің ұлы да дәл өзі сияқты шешен болып ер жетеді. Ақылбекте әкесі секілді небәрі 16 жасында елдің сенімін иеленіп, халқына біраз көмегін тигізеді. Ақылбектің рөлін Нұрбол Құмаршиев сомдады. Әкенің баланың махаббаты сезіледі, сол жерде көрінеді бір қысқада. Әкенің маған деген сенгіші, сол кезде ол маған өз билігін менен сынап көреді баласынан. Енді сен билікті айтып көр деп, есеген мені көріп. Мен әкемнің алдында өзім бір даудың шешімін қабылдап, өзімше сол даудың шешімін қабылдап көрем, айтып көрем әкеме. Ал Ноғайбай бидің рөлін Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының директоры Біржан Жалғасбаевтың өзі сомдады. Театрдың көркемдік жетекшісі Фархат Молдағалиевтің сөзінше, ұжым спектакльге 1,5 ай дайындалған. Авторы Болат Мамытбековке арнайы жазылған пьеса. Осы Ноғайбай бидің ұрпақтарымен бірлесе қойылған спектакліміз біздің. Ол кісілер барлық спектакльдің жағдайын жасап, осы спектакльдің шығуына үлкен атсалысты. Сондықтан осы спектакльді былтыр біз маусымымыздың жабылуына қойған болатынбыз. Мінекей енді маусымымызды да осы спектакльмен ашып жатырмыз. 21-ші театр маусымын ашқан ұжым биыл 10-ға жуық жаңа қойылым әзірлеген. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Спорт сүйер қауымға сүйінші жаңалық. Солтүстік қазақстандық палуан Нұрғожа Қайпанов елордада өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына шықты. Алғашқы айналымда 70 келі салмақта белдескен жерлесіміз австралиялық, кейін ұлыбританиялық қарсыластарын айқын ұтты. Ал жартылай финалда ирандық спортшыны 7-6 есебімен тізе бүктірді. Осылайша жаһандық жарыстың ақтық сыңына жолдама алды. Ертең білекті жігіт ресейлік Давид Баев пен алтын алқаны сарапқа салатын болады. Нұрғожаға сәттілік тілейміз. Бүгін Петропавлда бірінші жастар ойындары республикалық жобасының іріктеу кезеңі басталды. Спорттық доданың ашылу салтанаты қаламыздағы нөмір 40-шы орта мектепте өтті. Онда өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген командалар көпшілікке таныстырылды. Жалпы салауатты өмір салтын насихаттайтын бәсеке 3 күнге созылмақ. Сайыста орта және жоғарғы сынып оқушылары бақ сынайды. Қатысушылардың саны 500-ден асады. Жастар облыс орталығында спорттың 5 түрінен мықтыны анықтамақ. Мәселен, бүгін волейболдан үздік атанған ұжым белгілі болды. Ол Мағжан Жұмабаев ауданының ұл қыздары. Ақтық сында команда Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6-шы орта мектеп шәкірттерін жеңді.
Жарыс жоғары деңгейде өтті, әр құрама мықты. Сол себепті ойын оңай болды деп айта алмаймын. Бірақ тырысып бақтық. Осылайша жеңіске жеттік. Бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.